Келген адамдарыңызға нұр жаусын. Мынау Донриш деген компания. Қытайдың Донриш деген компаниясы 1986 жыл құрған. 40 жыл болған компания. Бұны құрған кісі, мына кісі, Ши Жуэй деген кісі. Бұл Jiangsu өлкесінің Сузу қаласында орналасқан. Шанхайдың қасында. Шанхаймен іргелес жерде. Бұл кісі кезінде Шанхайда бір байдың баласы екен. Содан ағашшылық өнері бар екен. Соны істеп жүріп, бір күні біз ана жыланды дәрілік істетеміз ғой. Сондай жыланды біреулер үйретіп, дәрілік істетіп жүріп, сол жыланның майларын істетіп жүріп, ой бұл болатын нәрсе екен деп, сонымен осы жұмысты бастайды. Ал енді бұл қарғана 40 жыл болғанда бұл Қытайда негізінен мына тұрмыстық бұйымдардың атасы деп аталады. Тұрмыстық бұйымдарды керемет шығарады. Тұрмыстық бұйымдар десе түсінетін шығарсыздар. Бас жуатын, дене жуатын, қол жуатын, әтір дейсіз, осы сабын дейсіз, кір жуатын дейсіз, осының барлығын Қытайда керемет шығарады. Бұның істеп шығару базасы Еуропада негізілген 4-тен істеп шығару базасы бар. Мысалға мынандай тіс парашогын бір жағынан шикізатын салса, бір жағынан қораптап шығып жатады. 2-3 адам істейді. Өте техникасымен. Осы жерде 20 қанша адам барып өз көздерімен көріп келді. Оның сырт қазіргі шейін бұның өнімдері 60 мемлекетке тараған. Ал оның халықарада кейбір ірі маркалардың өнімдерін істей алады. Ірі маркалар, мысалы Адидасты білесіздер бұл. Уорма дегендерді білесіздер. Сол сияқты ірі маркалардың өнімін осы Донриш істеп шығарды. Донриш істеп, соны халықараға салады, Қытайда да таратады. Бұл енді көптеген шетел болсын, біздің Қытайдың зерттеу орталығымен жасасқан. Ал енді қазір бұл өзі зерттейді, өзі жасайды, өзі таратады. Осындай. Ана шетелмен бірікпеген, сондықтан бұны Қытайда біздің ұлттық карханамызды мадақтайды. Ал енді қазіргі шейін бұл 2000 неше түрлі товар шығарады. Шетелдікі болып, өзінікі болып. Қазір біздің осы жерге келген 26 түрлі, 28 түрлі болды. Жақында мына екеуі келді. 28 түрлі товар келді. Ал енді бұның товардың ішінде бағана айтып кеттік, денсаулыққа қатысты өнімдер бар. Мысалы, денсаулыққа қатысты өнімдер болғанда құртшөптен жасалған, натодан жасалған, жыланнан жасалған, өнімбен бұршақтардан жасалған сияқты денсаулық қорғайтын өнімдер бар, денсаулық асырайтын өнімдер. Ал одан соң тұрмыста істелетін өнімдер бар. Мысалы, мынауымыз кір жуатын, мынауымыз шын жуатын, сияқты өнімген тіс жуатын, өнімген бас жуатын, дене жуатындар да бар, әзірмен сөйтіп тоқтың бірнеше өнімдерді алып кетіпті. Ал енді денсаулыққа қатысты өнімдер. Денсаулыққа қатысты өнімдер, мысалы мынау, сіздер периодтік дейсіздер. Периодтік. Ал енді мынау ше? Пробиотик. Пробиотик деген біздің ішегімізде пайдалы бактериялар болады. 100 триллион бактерия болады екен. Сол пайдалы бактериялардың тепе-теңдігін қорғау үшін мынаны жасаған. Мынау 16 түрлісі Джунгода патент алған. 4-еуі шетелден импорт етілген. Ал енді бұның өзінің бірлігі бар 12.000 триллион. Басқа осындай пробиотик шығарғандармен салыстырып көрсеңіздер болады. Әрі бұл суыққа, ыстыққа төзімді. Сондықтан мұнан, ал енді мына периодик дегеніміз, мынаның құрамында көп нәрселер бар. Тек қана периодик айтып жүрміз, периодик деген мына пробиотиктің азықтығы деп қарасақ болады. Сондықтан бұда ішекке пайдалы. Ал осы периодиктен сырт, мынада 12 түрлі витамин бар. Витамин А, Д, витамин Е, витамин С, өнігін витамин Б тобында бар. Өнігін кальций бар, өнігін мырыш бар. Ал енді ең кереметі бұның ішінде 3 түрлі азықтың өркені бар.
Біріншісі бұршақ. Бұршақ, бұрыш, өнген сұлы. Осы үш түрлі азықтықтың ұрығының өркені бар. Үш түрлі азықтықтың ұрығының өркені бар. Не үшін ұрық өркені деп айтамыз дегенде, мына мысалы бұршақтар жаңада бүрлейтін кезіндегі клеткасы өте актив болған. Адам денесіне өте пайдалы. Сондықтан мынаны зерттеген кезде Қытайдағы мына Хилинжаңда Қытайдың қаритасын білесіздер ғой, тауыққа ұқсайтын. Соның бас жағында, тауықтың бас жағындағы жері Хилинжаң дейміз. Сол жерде мына бұршақ көп өндіріледі. Мына бұршақты 20 жыл зерттеген ғалымдар жасаған. Әдетте бұршақ қоймалжығын ішсеңіз, ішіңізді кептіреді, жел айдайды, өнеген иіс бар, сондай ма? Мынаны ондай құрам жоғалтқан. Ал енді мынаны татып көрген адамдар бәрі біледі, өте дәмді. Ішсеңіз өте дәмді. Ал енді осындай мол қоректіге барып, осындай азықтыға алып келді бізге. Бұны қандай адамдар ішу керек? Қандай адамдар ішу керек дегенде, мысалы, іші қататын, іші өтетін. Біздің бағана айтып кеттік, біздің иммуноттық күшіміздің %70-80% біздің ішек жолымыздан келеді. Ішек жақсы болу керек. Ішегіңіз жақсы болса, сіздің денсаулығыңыз жақсы болады. Сондықтан соған қатысты. Мынау 20 жыл зерттеген бағана қалды иісі бар, жел шығаратын құрамдарын жоғалтып өткен. 20 жыл зерттеген ғалымдар жасаған. Сондықтан жаңа айтқан өнген қан басым бар, қан құрам жоғары, қан қою адамдарда ішуге болады. Ұйқысы жақсы емес адамдар болады. Оларды ішуге болады. Көңіл күй, удай, көңіл күй нашар адамдар болады. Ішек жақсы болмаса, ұйқысы жақсы болмайды, көңіл күй жақсы болмайды. Мына жабығы ауруы бар адамдар бар ғой. Жабығып жүретін, көңілсіз жүретін, ішекпен қатысты. Сондықтан мынау соны торлайды. Сіз толық ішсеңіз, сіздің бағанағы ұйқысыздығыңыз, көңіл күйіңіз, іш қататын жағдай барлығы жақсы болады. Мысалы, удай іш қататын болса, онда денеңіз мұт артып кетеді. Сондай ма? Бетте дақ болатын, омырауда бергіштер болатын сондай жайттар келеді. Ал соған өте пайдалы. Мынау қуат нәрсе. Ал енді бұл екеуін қалай ішеміз дегенде, мынаны ішекке пайдалы болғаннан кейін аш қарында таңертең біреуін алып өзі кішкентайынан нетеді. Мынаның ішінде емне қылғаны бар болатын ішінде, ішіп қойғаны бар болатын. Ал кішкенеде жыртасыз аузыңызға құйып, жылыман қайнақ сумен іше салсаңыз болады. Өте ыстық қайнақ сумен немесе антибиотик дәрілерін қосып ішпейміз. Өйткені бұл тірі нәрсе. Біздің ішегімізге пайдалы. Жылыман қайнақ сумен іше аламыз. Ал енді одан кейін мынаны тамақ орнында ішсек болады. Кейбіреулер сұрап жүр, тамақтан бұрын ішеміз бе, тамақтан кейін ішеміз бе? Бұл енді сізге қуаттық нәрсе болғаны дәрі емес. Сондай ма? Тамақпен бірге ішсеңіз болады. Қазір ораза ұстап жүрміз, таңертең екеуін ішіп аламыз. Таңертең екеуін ішіп аламыз, азырақ нан жейміз, азырақ етімізді қосып жеп аламыз болды. Кеш батқанша қарнымызды ашпайды. Тамаққа кейін деген бәрі тамақтың орнында ішесіз. Ал енді арықтақсы келген адамдар бар. Сондай ма, бел жуандап кеткен, бауырды май басқан, қан басым жоғары, қан бойы жоғары дейді. Ол адамдар қалай арықтау үшін таңертең 2 тал, кеште 2 тал ішсек болды. Таңертең 2 тал, кеште 2 тал, тамақ ішпейміз. Осыдан ғана түсте өзіңіздің жай тамағыңызды ішсеңіз болды. Қарныңыз ашпайды, арықтау мақсатыңызға жетуіңіз керек. Тал деген анау ма? Иә, сол ішіндегісі ма? Дұрыс, мынадан екеуі. Мынадан екеуін ішіп аласыз. Ал не үшін мына екеуін сіздерге айтып отыр дегенде, осы екеуін әдетте қолданамыз да, мысалы қан қою адам болса, натоны қолданамыз. Қаны қою, қан басым адамдар болады. Мына натоны қолданамыз. Натоны енді айырым сабақ сөйлеуге тура келеді. Натоны жапондықтар өте көп қолданған. Неге жапондықтар ұзақ өмір сүреді? Дүниеде ең ұзақ өмір сүретін жапондықтар. Жапондықтардың әйелдер орта есеппен 86 жас, ерлер 82 жас жасайды екен. 60-70-ге келсеңіз, жапондықтар не деген жассыз деп айтады. Ода 100-ден 120-ға шейін, 110 жасқа шейін адамдар өтеді. Ал олар мына НАТО бұршағын қайнатып ішкен, талқан қылып ішкен, ашытып ішкен, әртүрлі ішеді.
баладан шағаға шейін кәріге шейін бірақсы кейін тексеріп келсе олар қаны таза болған. Кейін жапондық ғалым мынаны тексеріп мынаның қан дағын, қан ұйығын, мысалы қан қатып қалады деймін ғой, докторға тексерсеңіз қан тамыр қатаюы бар екен сізде деп айтады ғой. Сол қатайған қан тамырды әдеттегі дәрілерден 19 есе жоғары екен, ерітуі. Сондықтан көптеген карханаларда қан тамырды тазалауда натон істетеді. Натон бұршағы істетеді. Ал осы натон бұршағы бізде бар. Мынау натон өленген қызыл күріш, хунчи деп айтқан. Бұның қан тазалайтын ролы бар. Қан қатайған, мысалы кейбір адамдар ұйықтаса қорылдайтын, аузынан сілекей ағатын, қолында бірдеме тұрмайтын, қолдары үйіп тұратын, бір жағы істемей қалған, сөйлей алмай қалған, ми қан тамыр тасылып, сондай адамдар бар ғой. Олар ішеді. Сондықтан жаңағы мына қоректігімізбен бірге мынаны істесек, жүрек ми қан тамыр ауруынан аулақ боламыз. Алдын аламыз. Ал одан кейін кейбір адамдар таңертең ектап, кеште ектап істеңіздер. Тамақтан бұрын кейін. Бола береді. Бола береді. Бұрын кейін бола береді. Бола береді. Ал одан кейін мынау карнисеп деп айтып жүрміз. Бұны біз чунцау дейміз. Құртшық. Бұл Қытайда Тибет деп қойып, Заңзу деген жер бар. Сол мына гүмілайчақ білесіздер ғой. Содан теңіз деңгейінен шыңында 5000 метр аралықта өседі. Ал соған ұқсайды, бірақ мынау юң чунцау мынаған істеткен, егілген түрі. Бұның құрамы ғылыми зерттелген, әдетте құртшақтан өте жоғары. Бұның салыстырмасын кейін сабақ сөйлегенде сөйлейміз. Мынаның неге пайдасы бар дегенде, бүйрек өкпені тазалайды бірінші. Иммундық күшіңізді жоғарылатады. Одан кейін бүйректі жақсылайды. Одан кейін сіздер сулы ісік деп айтады екенсіздер. Қарсы тұрады. Сондықтан бағанағы мынаумен қайтеміз. Мынау біздің дене қуатымызды асыратын, шекерімізді жақсылайтын. Өзіңіздің жағдайыңызға қарап істеңіз болады. Қан қойылық жағдайыңызға қарасаңыз, мынаны қосып ішіңіз. Ал енді мен өкпем жақсы емес, тынысым жақсы емес, бүйрегім жақсы емес десе, мынаумен мынаны қосып ішесіз. Көп адам бар. Мынандай ектардан ішесіз. Мына капсулдық. Капсулдық. Таңертең кешке ектардан ішесіз. Уже раковый заболевание, ісік аурумен ауырғандарға уже болмайды. Енді алдын алуға істетеміз ғой көбінде. Енді оны рак ауруын сақтайтып етеміз деп өтірік айтсақ болмайды. Дұрыс қой. Оны өз басымызға. Ал одан кейін мынандай өніміміз бар. Мынандай өніміміз NMN деген. NMN жасартатын өнім. Біздің тұқымқалау геніміз болады. Тұқымқалау генінің ішінде бір бөлігінде NAD қосылған деген бір жері біздің ұзақ өмір көруімізді белгілейтін ген. Ал сол генге қажетті нәрсе NMN. Соны ғылыми түрде істеп шығады. Мынау енді жасарғысы келетін адамдар. Әдетте 18-де боламысыз? 25-тен асқаннан кейін барлық адамдар қартаю басқышына кетеді. Сондай ма? Сондай істеді. Жасыратындар шектейсің ғой. Тек жастар емес. Жасарғысы келетін адамдар. Бірдекелері бар ма анандай? Антиоксидант деген анандай. Жаман бәрін бұлай қайтадан алып шығарады. Әрине мынау сондай рол атқарады ғой. Сондай рол атқармаса бұл. Ол сіз жасарту үшін сіздің денеңізді тазалау керек. Клеткаңызды жаңарту керек. Сондай құдіреті болғаннан кейін сондай менен. Ал одан кейін қанша пайдаланады? Қалай? Күніне ектар істеңіз болды. Таңертең кешке. Таңертең бір Тамақтан бола береді. Ал енді тағы бір ашлау деген бір өніміміз бар еді. Ашлау не дейсіңдер сендер ана тізе буынға шетінде? Хондроитин глюкозамин. Дұрыс. Сондай бір өніміміз бар, ол сүйек мұғындайды. Сүйек мұғындайды, өнімге мына буынға жақсы. Буында мына сүйек. Қазір біздің сабақ сөйлейміз деп алып кетіпті бір жетекші. Мына жерде бар ма, мен алып шығады.
мынандай едің ғой. Мынандай. Екеуіне екі түрлі біреуі жасыл біреуі. Екеуі екі нәрсе ғой. Мынау әсіресе біздің ұлтымызда мына солтүстік өңірде жасаған деген ата бабамызда біз жас кезімізде дене қуатымыз жақсы болады екен де, ал енді 35-45-тен асса бергеннен кейін көп адамдар, тәтелеріміз бүйтіп жүреді. Ана қызыл шырақта қарасаңыз бүйтіп жүреді бәрі. Не үшін? Біздің ата бабамыздан суық өңірде жасағандықтан біздің генімізде сондай оңай душар болады екен, сүйек аурулары. Жас кезімде бәрі мықты. Ал енді азырақ жасы ұлғайғаннан кейін, бір-екі баланы туғаннан кейін қайтеді, кальций төмендейді, оп-оңай тізе ауруы, буын аурулары. Сондықтан мынаны топтау керек. Мынаны Лоңичи серіктер, осы Лоңиш серіктігі біз Қытайдың волейбол командасына арнаулы жеткізбеген. Сүйектер мығындау үшін, дене қуатын жақсылау үшін. Ал енді мынау шырғанақ. Аплипика. Шырғанақ. Шырғанақ өте жақсы нәрсе. Өте жақсы нәрсе. Қазір ғылымда зерттелгенде шырғанақтың аплипиканың құрамында 428 түрлі қоректік зат бар екені айтылған. 428 түрлі қоректік зат. Ол адам денесіне үйлесімді түрде орналасқан. Мысалы сіздер естисіздер, мысалы мына құртжет деп жатырмыз, өнімге мергия деген жынсын деген өнімдер бар. Олар бір жоғарысы жоғарда, төменсі төмен. Ал мынада ондай емес. Мынада адам денесіне үйлесімді түрде орналасқан. Адам денесіне не қажет? Бізге не қажет? Клеткамызға не қажет? Крахмал, май, белок, витамин, минерал, су, осылар қажет. Ол шырғанақтың құрамына сол өте тепе-тең орналасқан. Сондықтан мынаны ішкен адамдардың дене қуатын тез алады. Бұл 120 тал бар. Бірінші бауырымызды қорғайды. Бауырды қорғайтын нәрсенің ешқандай кері ролы болмайды. Сондай шығар. Бауырыңызды тазалайды, иммундық күшіңізді жоғарылатады. Мен мына серіктікке 2017 жылы келген. Мен бұрын өзім докторлық саласынан бітірген, біздің ана жақта мына аурудың алдын алатын орында істеген. Жұғымды аурудың алдын алатын, балаларға вакцина салатын оқыған кәсібім сол, аурудың алдын алу. Кейін 2007 жылы мен өзім ашқазаным жара болды. Ашқазан жара болды, бір кісілер мынаны таныстырды. Мынау жемісінен шыққан май. Тағы бір түрі бар, ұрығынан шыққан май бар. Сол екеуін табыстырып, сонан кейін мен осыны ішіп, ашқазан жарам жақсы болған. Сонан кейін мына бір болатын нәрсе екен ғой, халыққа таратсақ болады екен деп, сонан кейін қайттым, мен осы серіктікке сөйлестім. Бағасы қандай бағасы? Сен қызметіңді Ашқазан тастадың. бауырға бола береді. Ешкі сыртқы жарақатты тез жетілдіреді. Мысалы, мына жығылып сүріліп қалдыңыз, бәкі кесіп кетті, немесе отқа күйіп қалдыңыз. Мынаны алып, инемен немесе кішкентай кесіп жіберіп, жағып қойыңыз. Бір аптада 7 күнде ананы тез жетілдіреді. Жетілдіруі тез. Сондықтан ішкі жарақат, ашқазан жарақат, 12 бармақ ішегі жарақаттар болады. Сондай ма? Өте тез жетіледі. Қытайда осы аплипикадан жасалған әйелдер жатыр мойнының жарақат алуына арнаулы істететін дәрі бар. Аплипикадан істелген. Ал енді кейбір осы істетілген адамдар қайтады, мынаны да жағып, ішіне істетіп жатқан жатыр. Сондықтан ішкі сыртқы жарақатты тез жетілдіретін, әрі дезинфекциялайтын, бауырды қорғайтын, иммундық күшін жоғарылататын осындай рол бар. Ішінде 120 тал, таңертең 3 тал, кеште 3 тал ішсеңіз де болады. Мен әдетте 4 талдан ішемін. Бұны үзіп көргем жоқ. Бар әлі. 4 талдан азға салып аламыз. Өзім ішіп жүрмін. Ішкем келген ішемін. Әрі дене қуатыңыз жақсылайды. Асығып көреді, біздің